Лавр жапырағының пайдасы. Күнделікті ас үйде қолданып жүрген лавр жапырағын дәрі-дәрмек ретінде де қолдануға болады. Бүгін сіздермен лавр жапырағынан дайындалатын 8 түрлі ауруға ем ақпараттармен бөлісетін боламын. Бірінші, суық тиіп қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салады. 15 минут ақырын қайнатады. Осыдан 1 ас қасық бал қосып, жылыдай ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болуы қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Екінші, көз бұлшықтанып түйіліп ауырған кезде 4 тал жапырақты ұнтақтап, жарты стақан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады, тампон қояды. Осы судан ішуге болады. Үшінші, лавр жапырағынан ұнтақталған 2 ас қасықты алып, 1 стақан қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырады. Осыны құлақтан ірің су аққан кезде ішіне тамызады. Төртінші, 10 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 1 стақан қайнап тұрған суға салып, 1 сағат бұқтырады. Тік ішек шыққан кезде жылыдай осыдан дәкеге сіңдіріп, арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Бесінші, сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стақан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 ас қасықтан ішеді. Алтыншы, буын сал ауруларына 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн тұндырады. Осыны сығып басқа ыдысқа құйып алады да, ауырған жерді сылай орайды. Жетінші, адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін 5 тал жапырақты жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сүзілген осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып, араластырып, күнде 1 түгел бітіреді. Сегізінші, қан қысымын төмендету үшін 4 тал лавр жапырағын 1 стақан қайнап тұрған суға 30 минут бұқтырады. Таңертең кешке ас алдында бөліп ішуге болады. Егер қан қысымы 160-90 болса, жоғарыдағы мөлшерге 1 шай қасық аскөк, яғни укроп қосуға болады. Ақпараттар пайдалы болса, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған бәрі бар арнасы.